Қайырлы күн баршаңызға. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен тез дайындалатын, дәмі өте нәзік тирамису десертінің рецептімен бөлісетін боламын. Бізге қажетті заттар: савоярди печеньесі, маскарпоне, сливки, қант ұнтағы, ыстық суда ерітілген кофе және какао. Алдымен ыдысымызға суық сливкимізді құямыз да миксерлейміз. Сливкиміз сәл көпірген соң қант ұнтағын салып араластырамыз. Көп миксерлемей, сұйықтау кезінде маскарпонемізді саламыз. Миксердің баяу жылдамдығында 2-3 минут біркелкі болғанша араластырамыз. Қатты миксерлемеңіздер, маскарпоненің құрамы өзгеріп, суы шығып кетуі мүмкін. Суыған кофеге савоярди печеньесін тез-тез батырып шығарып алып, ыдысқа тізіп шығамыз. Енді дайындап алған креміміздің жартысын печеньелердің үстіне жағып шығамыз. Екінші қабатында дәл солай етіп жасаймыз. Креміміздің екінші жартысын жағып шығамыз. Какао ұнтағын сеуіп, әсемдейтін боламыз. Кез келген жеміс жидекпен өзіңіздің қалауыңызша әсемдесеңіз болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса қолдап, лайк басып, каналға тіркеліп қойыңыздар.